Баршаңызға сәлем, сіздермен Манат. Бүгін біз өте дәмді блинчик, яғни құймақ дайындайтын боламыз. Ең алдымен маған тіркеліп, лайк басып, және қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Сол кезде менің жаңадан шыққан видеолармен сіз танысатын боласыз. Сүтімізге бір жұмыртқамызды және шекерімізді салып, осылай венчикпен араластыратын боламыз. Барлығының көлемін мен описанияда көрсететін боламын. Және үш қасық сұйық май қосатын боламын. Осылай сұйық майды қосып, жақсылап араластырып алсаңыздар да болады. Және қайнап тұрған суға осылай суымызды құятын боламыз. Жарты шай қасық ас содасын саламыз. Өйткені көп қосылса соданың дәмі шығып кетуі мүмкін. Енді ұнымызды аз-аздан бөліп салып, осылай венчикпен қозғаймыз. Ұнымызды осылай електен өткен ұнымызды бөліп салғанымыз дұрыс, өйткені ұн түйіршіктері пайда болып қалады. Бір-екі сұйықтықта болу үшін осылай ұнымызды бөліп салатын боламыз. Қараңыздар, осындай сұйықтықта болды, оны жарты сағатқа тұндырып қойып қоямыз. Және осылай сковородкамызды, яғни блинчик пісіретін сковородкамызды қатты қыздырып, осылай бір шөміш құйып пісіретін боламыз. Осы құймағымызды құйғаннан кейін сковородкамызды жай отта пісіреміз. Піскенін шетіндегі блинчиктің осы шет жағы қызарғаннан кейін осылай шанышқының көмегімен аударып пісіріп аламыз. Бір жасағаннан сәтті шығатын рецепт міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, өте жұқа және көрінісі де өте керемет болып шығады. Бізге ең керектісі бір жұмыртқа және сүт. Дәл осылай жетпеген жеріне қайтадан үстіне осындай шөмішімізбен кішкене құйып біркелкі етіп аламыз. Менің блинчиктерім, құймақтарым дайын болды. Көрінісін қараңыздар, қандай әдемі шықты. Және жұқалығы да өте керемет шықты, өте жұмсақ блинчик шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан сәтті шығатын рецепт, көлемін барлығын описанияда көрсететін боламын. Құрметті көрермендерім, менің видеоларым ұнаған болса, WhatsApp желісі арқылы достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Және лайк басып, комментарий қалдырып, өз пікіріңізбен бөлісуді ұмытпаңыз.